уайымға салынба, жақының жаныңда. Жүрек жолын таңдата, асықпай қадамда. This is my tonic, and I every morning use this tonic because before this tonic my skin, my face so gladky and so glad, you know. Yes, I want to show you my уходовые средства. I use this cream every morning and every evening, every day, twice a day. Надо вот так. And then I use массажеры. Білмеймін, прям көмектеседі деп айта алмаймын, но енді жасамағаннан гөрі жасаған жақсы деп ойлаймын. Процесс ұнайды просто. Күшті массаж. My roller for my face, roller. Кішкене осылай бетімді оятып аламын. Қан жүргіземіз, отекиді кетіреміз. Мен қазір вообще үлгеріп жатқан жоқ. Сағат мен 9-да үйден шығуым керек, ал қазір сағат нешеде ойлайсыздар? And then I use my favorite pencil for my lips. I'm so beautiful. Oh my god, I'm so beautiful. Кешіктім мен, ё-моё. Бізде сағат 10-да басталады. Университет деген біздің алыстан автобуспен барам. Поэтому маған ертерек шығу керек. Ал мен әлі шыққан жоқпын. А еще кешіксең, НК қояды. Короче, давайте кішігірім get ready with me. Мен бүгін осы джинсыйды кием, үстіме мына твидовый пиджакты кием. Бірақ ішінен маған бірдеңе кию керек шығар. Ішінен осы бір топты кие салам. Короче, осындай бүгінге образ. Аңғазында бірдеген жасап үлгеру керек. Ё-моё, жестко кешіктім бар ғой. Сумкамды әлі жинаған жоқпын деп айтсам шок боласыңдар ма? Бүгін мен осы рюкзак ұстаймын, наверное. И бұған мен ағылшын дәптерін салам. Бүгін бізде бірақ пара болады. Бәрі некачественно түсіріп жатырмын. И мен бүгін фитнеске барам, соған трикомды ала салам. Зарядкамды да и AirPods'ымды да салам. Нормальный влог түсірейін десем, вообще үлгеріп жатқан жоқпын. Кешіріңдерші, мен өйтіп отырып түсіргім келмеген уақытта. Мен қазір 36-ға, 26-ға отырам. Бүгін менде ағылшын болады. Cambridge English бұл бір preliminary деген сабақ. Солай атылады жүр. Мына жер лай ғой. Біздің жолды қараңдар. Асфальт жоқ қой. Жаңбыр жауса лай болып кетеді істі. Мен сағат 9:30-да шықтым. Енді үлгере ба білмеймін, жарты сағаттан 1 сағат бір жерге. Екеуміз бірдей от келгенбіз ғой. Атың бұл қымбат. Я қымбат. Мен атым Аружандар көп Казгюда. Короче, бұл қымбат. Ол Оралдан келді. Орал? Павлодар. Бос. Бос па? Жоқ. Бос емес. Жіктің бар ма? Бар. Короче, біз қазір залға келдік. Өмірімде бірінші рет. Сен, я. Дұқаймен кездестік қой. Сен нені көрсетіп отырмын? Oh my god.
О май гад, о май гад, о май гад. Мы не знаем, правильно это или нет. Аржан спортик. Полный кшкарева дина. Ты уверен, что нужно руки показывать? Нағайдан қаштық ма қазір? Короче, біз қазір йога залға келдік. Мұнда біз екеуміз ғана, Дука екеуміз ғана. Короче, біз прям позанимались. Прям бір сағат болды. Ары бері уже пресс гарик етіп жатыр, жанып жатыр, ішім терлеп, көрдіңіздер ма? Терлеп кетіп суымағып жатыр даже. Енді хочу побегать. Сразу үйрен алмай кетесің, бірден бірінші надо жүріп, сосын солай үйреніп кетесің. Не істеп жүр, мыналар универден қашып фитнеске барып сөйтіп ойлап қалмадыңдар ма? Короче, бұл біздің душымыз. Короче, біз қазір асханаға барамыз. Кетірген салмағымыз қосуымыз керек, қайтадан ренжіп қалады. Бұл біздің душымыз. То есть душыда бізде бір семестрда 15 рет фитнес залға бару керек, сонда сен зачет тапсырасың, типа. Бүгінгі мен аутфитім осындай. Вот, короче, біздің асханамыз. Сондай еще 80 деген адам көп. Біздің асханамыз. Адам көп. Кетіп төрт чита жарымыз. Адам көп. Асханада очередь. Оның жардағы фудкортта тағы очередь. Біз қазір төрт читаждағы кофейняға баратырмыз. А еще мында осындай шкафчиктер бар. Бірақ бізге әлі перваштарға шкафчик берген жоқ. Қашан береді, не знаю. Бистро деген. 2 миллион тұратын донер алдым. ойымға салынба жақының жаныңда. Короче, мен қазір наконец-то мына жерге отырайын деп жатырмын. Наконец-то болса да бұл интроверттерге арналған сабақ дайындайтын орын. жүрек жолын таңдата. В принципе, мен сабақтарым бәрі бітті. Қазір енді Дука келеді, Дуканың парасын біткенін күттім, үй жұмысын жасап. Осындай бізде коворкинг. Короче, оказывается, мұнда осындай жарық бар. Ал мен жандан бері қараңғыда естіп отырдым. Қиналып. Неге? асықпай қадамда. бір мәнісі болады. бақыт құсы қонады. Короче, сабақ бітті. Мен школьница сияқтымыз бар ғой. Бұл менің және сенің университетің, және барлықтарыңның университеті. Короче, біз спонтанно қаншатырға келеміз деп шешім қабылдадық. Қазақша сөйлей алмайтын шала қазақ досым келдік қаншатыр. Енді ол да келе жатыр. Екеуміз келіп қаншатырға. Қаншатыр өте сұлу, қаншатыр өте ұзын. Біз спонтанно қаншатырдың ішіндеміз. Прикиньте. Ровно бір жыл бұрын біз, почти бір жыл бұрын күзде школьница болып жүрген кезде Дука екеуміз келген болатынбыз ЛСВК келген қаншатырға. Енді біз қазір бұл жерге студент болып келіп жатырмыз. История повторяется. Кеше ғана кездесіп, бүгін мәжбүр болдық қоштасуға. Кеше ғана жүздесіп, бүгін көңіл қайта
тасығуда. Қазір Нью-Йоркердам. Өзіме осындай бір топ іздеп жатырмын. Мне кажется, сондай бір женственный. Осындай. Сосын осындай көк, жеңі қысқа топ көріп отырмын. Үш. Бәрі екі үш. Бәрі екі үш. Бәрі екі үш. Бәрі екі үш. О, бір секунд. Тезірек оралшы, қайтайын жүрегім саған ғашық. Короче, мен үйге келдім. Қазір енді мен сіздерге асықпай жалпы сумкама не салғанымды көрсеткім келіп тұр, потому что таңертең мен вообще үлгерген жоқпын, нормально сіздермен сөйлесіп те үлгермедім ше. Кстати, мен Нью-Йоркерден жаңағы қара нені алдым, топты. И қазір киіп көрсем болады, сіздерге мода көрсетіп, жаңа киім алғанда біз сөйтеміз ғой, мода көрсетеміз ғой, папа мамаға дәл солай. Сіздерге мода көрсетпеймін ба мен? Блин, мен наоборот теріс қаратып жатырмын ғой. Дышыда да кием, то есть фитнесте осындай бір облегающий киім алғым келіп жүрген. И повседневкада да еще андай бір менде бұндай киім болмағанда көбінесе андай свитшоттар менде да. И наконец-то енді менде андай женственный бір облегающий киім бар. Вроде простой қарапайым кофта, бірақ сондай женственный, потому что декольтесі ашық болғандықтан. Просто история повторяется дейді ғой. Ана ровно бір жыл бұрын мен апталық влог түсірген кезде сіздерге андай холл жасаған едім ғой. Қазір енді мен студентпін, первашпын. И мен сіздерге қазір киімді көрсеттім. Баяғы Нью-Йоркер. И қазір енді what in my bag. Дұрыс айттым ба? Что в моем рюкзаке жасаймын? Мұнда бізде ең бірінші косметичка. Бұның ішінде не жоқ десеңдер. Почему-то мұнда маркер жүр и почему-то мұнда ручка жүр. Просто менде пенал жоқ, сосын өшіге салып қойғам. И стикер. Сосын бүгін дұшы болғандықтан, фитнеске барғандықтан. И мұнда еще трико. И AirPods десең. Мен бұрын AirPods болған, бірақ та прикиньте, құлақтарын жоғалтып алған мыналарды. Ал сырты барда іші жоқ. Бірақ ол негізі үйде жатыр да, бірақ үйде қанша ай өтті әлі таппадым. Негізінде мен оны сыртқа шығарған жоқпын. Үйде жоғалды да ол. Ладно, сосын бір ғана дәптер, влажные салфетки, бәрі май салатыр. Сосын футляр очкиін салатын. Почему-то паспорт шашылып жатыр ішінде. Мен бітірмеген донер сасып жатыр ғой. Сызғыш и мынандай бір карточка. Мен қазір тамақ істеуім керек, ужин или может бургер сатып аламыз. Иногда үйге кеш келген кезде просто осылай лапша жей саламыз. Давай лапша істеймін. Қалай ойлайсыздар, давайте сіздермен бірге рамен жасаймыз. Үлкен сұрағыларым шешіп тастайыншы, айтпасам. Андай вип казашка сияқты болып тұрмын ба, бірдеңе вип казашка ұқсап баратырмын ба, құдай сақтасын. Менің арманым вип казашка емес, менің арманым that girl болу. Сіздермен бірге рамен жасаймыз. Неге мен sunshine болып тұрмын деп ойласаңыздар, себебі бұның барлығы мына лампаның арқасында. Бұл лампасыз мен осындай аржанға айналам. Қазір мен рамен жасаймын. Сүйікті рамен. Несі болады.